1987 жыл қазақ даласының мәдениетін басқаруға Өзбекәлі Жәнібеков келді. Ол кабинетте отыратын министр болмады. Оның жұмыс орны шаң басқан архивтер мен шалғайдағы шопан қыстаулар еді. Оның мақсаты біреу-ақ: қазақ тарихы құрып барады, асығыңдар деп жар салып, елдің рухын ояту. Бірде совхоз директорының уазигі елсіз даладағы шопан қыстауына кеп тоқтайды. Көліктен шымыр денелі, жанары оттай жанған бір жігіт ытқып шығып, қойшының қора қопсысын аралай жөнеледі. Ол мәдениет министрі Өзбекәлі еді. Жерде жатқан жалақ итаяқты көтеріп әкеп есіктің оң жағына қояды да, шопан Асанбайға қарап: "Итаяқ оң жақта тұру керек. Ит жеті қазынаның бірі. Қазынаң мол болады" дейді. Аң-таң қалған Асанбайға қарап министр сұрақты қарша боратады: "Газет-журнал оқисың ба? Автоклуб келе ме? Кино көресің бе?" Асанбайдың жауабы қысқа: "Автоклуб деген не? Қатыным екеуміз қара танымаймыз." Министр үндеместен бұрылып кетеді. Шопан соңынан парторгтен сыбырлап сұрайды: "Мынау кім өзі?" "Мәдениет министрі." Осындайда министр болады екен-ау" деп Асанбай жағасын ұстайды. Арада бір апта өткенде ен даладағы қыстауға әнші қыздар келіп концерт қояды. Түнде движок парылдап Гауһартас киносын көрсетеді. 3 аптадан соң Асанбайдың үйінде алғаш рет электр шамы жарқырап жанады. Бригадир бір қорап газет пен кітап әкеп тастайды. Кешке қойды қамаған соң Асанбай жарық шамның астында отырып әріптерді ежелеп кітап оқи бастайды. Айналасындағы өзгеріске сенер-сенбесін білмей, баяғы министрді есіне алып, осындай да адам болады екен-ау деп күбірлейді. Жылдар өтеді. Асанбай қартаяды. Бір күні газеттен Өзбекәлі Жәнібековтың дүниеден өткені туралы қазанаманы оқиды. Суретіне қарап, баяғыда итаяқты орнына қойып берген, үйіне жарық пен кітап әкелген сол жігітті таниды. Өзбекәлі Жәнібеков үшін мәдениет опера театрының сахнасы емес, мәдениет әр қазақтың үйіндегі жарық пен қолындағы кітап еді. Ол биліктің биігінде жүріп, халықтың ең төменгі сатысына дейін руханиятын жеткізе білген нағыз халық министрі болды.